Халықаралық ана тілі күні 1999 жылдың 17 қарашасында болған ЮНЕСКО-ның басты конференциясының 30 сессиясындағы қаулысымен 2000 жылдан бастап әр жылдың ақпан айында тілдік және мәдени ерекшеліктер мен көп тілділікті сақтау мақсатында бекітілген. Тілдер рухани және материалдық құндылықтарымызды сақтаудың ең негізгі құралы. Мамандардың айту бойынша тілдердің өмір сүруі үшін ол тілде кемінде 100 мың адам сөйлеуі керек. Әлемнің шамамен 6000-ға жуық тілінің жартысы жуық арада өз тұтынушыларын жоғалтуы мүмкін. Халықаралық ана тілі күнін белгілеудің бір себебі ретінде осы жойылуға бет алған тілдерді сақтап қалу мәселесі де қарастырылған. Қарабалық ауданы әкімдігінің тілдерді оқыту орталығы жыл сайын халықаралық ана тілі күніне орай іс-шаралар ұйымдастырады. Эпидемиологиялық жағдайға байланысты биыл түрлі ұлт өкілдері мереке мен қашықтан құттықтады. Құрметті жерлестер, отандастар, берекесі мен ынтымағы жарасқан Қазақстанда тату-тәтті көптеген ұлттар өмір сүреді. Баршаңызды халықаралық ана тіл күнімен құттықтауға рұқсат етіңіздер. Казахстанда yaşadığımız için mutluyuz. Gelecekte Kazak milletinin refah ve birlik içinde yaşayarak hızlı gelişeceğine inanıyoruz. Şu anda Burla Lisesi'nin 10. sınıf öğrencisiyim. Gelecekte vatansever bir vatandaş olarak çabalarımı ülkemin parlak geleceğine adayacağım. Vatanım için şiir söylemek istiyorum. Vatan. Yok etseler de benliğimi, yine vatan derim vatan. Alsalar başı serimi, yine vatan derim vatan. Vatan gönlümde bir sevgi, vatan gönlümde bir renk. Mutlu tatiller. Құрметті отандастар, баршаңызды халықаралық ана тілі күнімен құттықтаймын. Хай звучать казки та вірші, з кожним днем хай буде більше тих, хто рідну мову знає, тих, хто нею розмовляє. Бережімо мову єдину для батьків, доньки та сина. Мен Александр Зайцев құттықтаймын. Сіздерде тіл күнмен бақыт денсаулық тілеймін. Guten Tag, liebe Freunde. Wir gratulieren Ihnen zum Tag der Sprachen. Gesundheit, Frieden, Lebenswohl und alles Gute.